Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біз бәрімізге таныс, бірақ шын пайдасын көпшілік біле бермейтін керемет жеміс алма жайында айтамыз. Сіз алманың тек иммунитетке ғана емес, өмірді ұзартуға да әсер ететінін білдіңіз бе? Онда видеоны соңына дейін көріңіз, сіз білмеген мәліметтермен таныс боласыз. Бір бөлім. Алманың құрамы қандай? Алма нағыз табиғи дәрумен көзі. Оның құрамында дәрумені иммунитетті күшейтеді. Клетчатка ішектің жұмысын жақсартады. Калий жүрекке пайдалы. Кверцетин ми жұмысына жақсы әсер етеді. Антиоксиданттар қартаюды баяулатады. Яғни алма кішкентай ғана жеміс болса да толыққанды табиғи дәріхана. 2 бөлім. Алма өмірді ұзартуы мүмкін бе? Ғалымдардың зерттеуіне сенсек, алманы жиі жейтін адамдарда жүрек аурулары аз кездеседі. Холестерин деңгейі төмен болады. Альцгеймер мен Паркинсон сияқты ауруларға шалдығу мүмкіндігі 30-ға азаяды. Бір сөзбен айтқанда, алма ағзаны жасартатын жеміс. Тіпті кейбір дәрігерлер күніне бір алма жейтін адамның өмірі 5-7 жылға ұзаратынын айтады. Бұл нақты дәлелденген ғылыми факт. 3 бөлім. Алма қандай ауруларға қарсы көмектеседі? Алма келесі аурулардың алдын алады. Қан қысымының жоғарылауын тежейді. Қан тамырларын тазалайды. Анемияға пайдалы. Асқазан сөлін реттейді. Қант диабетінің алдын алады. Асқазан ішек жолындағы токсиндерді шығарады. Сонымен қатар алма бауырды тазартады, ас қорытуды жақсартады, теріні балғын етеді. 4 бөлім. Қай алма пайдалы? Қалай жеу керек? Қызыл алма жүрек пен теріге пайдалы. Жасыл алма қан аздыққа, арықтағысы келетіндерге жақсы. Сары алма асқазан ішекке пайдалы, ас қорытуды жақсартады. Қалай жеу керек? Алманы қабығымен жеу маңызды, себебі дәрумендердің көбі сол қабықта. Тама алдында 20-30 минут бұрын жеу жақсы. Жатар алдында көп жемеген жөн, асқазанды ашуландыруы мүмкін. 5 бөлім. Алма табиғи сұлулық көзі. Алма тек денсаулыққа ғана емес, сұлулыққа да пайдалы. Бет терісін тазалайды. Шашты жылтыр етеді. Тырнақты қатайтады. Қартаю белгілерін баяулатады. Қорытынды. Күніне бір алма дәрігерді алыстатады. Алманың осынша пайдасы бар екенін көп адам білмейді. Егер бұл видео сізге ұнаса, лайк басып, арнаға жазылып қойыңыз. Пікірге "мен алма жеймін" деп жазып кетіңіз. Келесі кездескенше аман болыңыз.